Енді екеуінде былай бөліп жаруға болмайды деп айтар едім. Неге десеңіз, өйткені екеуінің де қолданушысына байланысты. Мысалы, гаджет арқылы да қаншама мәліметтерді біз оңай алуға мүмкіншілік береді. Сол арқылы кітап арқылы да біз көптеген пайдалы дүниеге қол жеткіземіз. Бірақ осы жерде астын сызып айтатын нәрсе, мынау бір Марғұлан, білесіздер ғой, Марғұлан ағамыздың, сол кісінің бір әдемі сөзі бар. Болашақта кітап оқитындар кітап оқымайтындарды басқарады деген осы бір әдемі сөзі. Мен осы сөзбен келсем толыққанда, және солай болатынына сенемін. Өйткені мынау кітап оқыған кезде адам көптеген оның пайдалары бар. Оны өздеріңіз оқушылар біледі оны. Ал енді телефон жағынан қарайтын болсақ, ол телефон басқа да алаңдататын нәрселер көп болғандықтан, кейде одағы пайдалар бізге бір зиянды тигізіп жатуы мүмкін. Сол үшін мен өзім кітапты артық қояр едім. Негізі мен өзім тоже кітаптарым бар, өзім сатып алып оқығанды жақсы көремін. Ішіне жаңағы түртіп тұрып, астын сызып тұрып деген сияқты. Өйткені ол нәрсе ертең болашақта қайталау ретінде маған қажетті. Бірақ енді электрондық кітаптарым да бар. Мысалы, менің ноутбугымда бар. Сол жүктеп алып, сол кітаптарды да оқып жатқан кездерім болады.